Бүгін дейтін бір қызықты видео болайын деп тұрған сияқты. Айбек бауыр маған остров көрсетейін деп тұр. Өмірімде остров деген нәрсені көрген жоқпын. Бір жағынан бүгін видео 3 в 1 болайын деп тұр. Біріншісі интересный болады, сосын екіншісі интересный и полезный. Сонда 3 в 1. Остров дегенде адамда көбінесе андай ассоциация ғой. Пляж деген сияқты. Күн шығып тұр, көзде очки там. Бірақ бүгін дейтін алхамдулилля аля кулли хал. Кішкене жаңбыр жауып тұр. Күн кішкене салқындау, аздап жаңбыр жауып тұр. Сондықтан қалың киініп алдық бүгін. Иншалла бірге барып тамашалаймыз ғой. Айбек, мына баспақпен мен фотоға түсіріп жібересің бе? О чем грустишь? Жаңа біраз айтылды ғой, интересный плюс полезный деген. Бұл саяхатпен бірге біз өте бір маңызды тақырыпты қозғағымыз келіп тұр. Ол яғни нағыз еркектің сипаттары. Нағыз еркек болу үшін қандай ода сипаттар болу керек? Мысалы, біздер еркектер көбінесе күреске қатысамыз, качка береміз. Сол неге? Бір ойлаймын, түпкі тамырлардың бірі өзіне еркек көрсету өзінде. Бірақ сол еркектік деген тек сол нәрсемен шектеле ме? Біздің әңгімеміз сол жайында болайын деп тұр. Күшті бар ғой. Айтам деймін да, пасмурный деньде да әдемі болып тұр. Мына үйлер деген тұрады ма біреу, әлде демалу үшін сондай. Осында кәм тұрады, өмір сүреді де кәм да. Қызық да, островта тұрамын деген. Кем кісілер айтады ғой, қонаққа барғанда, мә қолында ештеңе болған жоқ, бере салатын деп. Балдар шауып келгенде. Сол сияқты қолында еш нәрсе болмай тұр ма, бере салатын. Островта, оказывается, машина жүрмейді екен мұнда. Болмайды екен. Чисто электрокар. Мен бойыма жақын екен. Біз деген, оказывается, басқа островқа түсіп кеткен екенбіз. Ерте түсіп қалдық та. Негізі ана островқа бару керек, ана орман сияқты болып тұрған. Сол барынша қазір ойластырып көреміз. Бірақ мұнан өзі де қатты әсер беріп, ұнауы бар. Ойлап қараңдаршы, мына островта адамдар тұрады. Мысалы, мына үй, біреудің үйі жұмыстан келеді де, там үйіне кіріп кетеді. Шығады, ана жерде кафе бар, ана бүйтіп отырып шай ішіп отыратын болса. Теректер қалай өсті? Необычный бар ғой, бір сказочный. Мына жерде таңертең тұрып, пробежка жасап, упражнение жасап, сондайға атмосфера кәм. Мына жерін қарап қойып жатырмын. Біреу айтады ғой, Турция жайында айтпай-ақ қойыңдаршы, стористан тойып алдым деген сияқты бар ғой. Бәрі көп андай. Турцияға келгенде неше түрлі нәрселерін айтады ғой, қиындықтарын, жақсы жерлерін. Сол медресе жайында айтқанда, Аллаға шүкір, адамдар қызығушылық білдіріп, медресеге бару жайында. Жақында бір Оралдағы ұстазбен сөйлескен. Сонда айтады, сен дейтін Оралдағы 60% адамды қалжыңдап айтатқан шығар бәлкім. Қызықтырып қойдың ғой деп. Сен кішкене қиындық жақтарында айтып қойшы, бәрі күшті емес қой деген сияқты. Шынымен бәрі күшті емес қой. Қиын жерлері бар. Жаңа Айбек бауыр айтқандай, қиындық жерлері бәрі стористарда айтылып отыр ғой. Ал біз келіп қалдық деп кіріп кеткен дейсің. Сөйтіп камерамен кіріп келсек. Қысқаша айтқанда, қай жаққа барсаңыз да, қандай медресе, қандай елге барсаңыз да, қандай оқу оқысаңыз да, жақсы жерлері де болады, қиындық жерлері де болады. Негізі сол біздің өзіміздің тақырыбымызға, жалпы мақсаттанған тақырыбымызға қайтатын болсақ, бүгінгі бірінші еркектің сипаты ол сөздің салмағы. Яғни ер адамда сөздің салмағы болу керек. Біздің тілде айтып атады ғой, бұның сөзі өтеді деген сияқты. Жалпы осы видеоны бір сөзбен, яғни советпен бітіріп тастауға да болатын еді. Бірақ барынша кішкене ашып айтып кететін боламыз. Иншалла. Бірінші берілетін кеңес көп сөйлемеу. Пайдалы нәрсе болса айту, пайдалы нәрсе емес болса айтпау. Көп сөйлемейтін адам, егер де байқайтын болсаңыздар, жұмыстас бір адам болса көп сөйлемейтін, немесе группаласыңыз болса, көп сөйлемей бір сөз айтып қалса, бір мән беріп қаласыз да, мен мынау бір нәрсе айтып жатыр. Обычно ол көп сөйлемейтін адам ғой, значит бір серьезный нәрсе айтып жатқан болар деген сияқты құлақ асып қаласың да. Әйеліңіз болсын, досыңыз болсын, сіздің сөзіңізді серьезно қабылдағанды қалайтын болсаңыз, пайдалы нәрсе болса айтыңыз, пайдалы нәрсе болмаса
айтпай ақ қойыңыз. Мысалы, еске түсіріп қараңызшы, достармен отырған жиналыстарыңыз, 4-5 дос бауыр болып жиналасыздар, бір әңгіме соғасыздар. Таңғы 2-ге шейін отырасыздар, 3-ге шейін отырасыздар. Әйтеуір бір нәрсе айтып жатасыздар, биткенде, сөйткенде. Мен содан кейін барып анализ жасайтын болсаңыздар, на самом деле еш нәрсе, түк нәрсе айтқан жоқсыздар да. Ешқандай пайда алып келген жоқ. Сол жерде сіздің дәрежеңіз көтеріліп кеткен жоқ. Түсіп кетпесе, енді білімді адамдардың алдында ол дәрежені көтеретін нәрсе емес те, пайдасы нәрсе айта беру. Енді екінші мәселе адамның сөзіне салмақ беретін иншалла. Ол бір сөзді естіп, анық қанығына жетпей басқа адамға айту. Мысалы, бір танысыңыздан бір сөз естіп аласыз да, тексермейсіз де біреуге айта саласыз. Айтқан нәрсеңіз ол қате сөз болып шыққан болса, адам уже келесіде сіздің сөзіңізге сенбей қарайды. Себебі қазақта да мақал бар ғой, қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан дейді. Бір-екі дұрыс емес нәрсе айтқаннан кейін келесіде дұрыс нәрсе егер де айтып жүретін болсаңыз, ол бәрі басқа адамға сеніңкіремей дұрыс айтып жатыр ма деген сияқты. Біздің медресе туралы мен мынандай нәрселер естимін жалпы медреседе жүргенде. Директор осындай нәрсе айтты, сіздер ертең оқу бітіргеннен кейін 2 диплом аласыңдар, біреу британский диплом, екіншісі турецкий диплом деген сияқты. Сосын практикаға Британияға жібереді бізді деген сияқты. Сондай нәрселер естимін де, ұнайды да, мен бір сториста бөліскім келеді сол нәрсемен. Медресе жайында бәлкім қызықтырғым келеді. Бірақ ол нәрсені мен директордың өзінен естіген жоқ. Директордың өзінен естімегесін нақты білмеймін, ол дұрыс па, дұрыс емес пе. Егер де ол дұрыс емес нәрсе болып шықса, онда сөздің қадірі кетіп қалады. Апасының нәрсе да, бір нәрсені анық қанығына білмей, сториска салып жіберу, просто айта салу достардың арасында. Ол нәрсе сөздің қадірін кетіреді. Балдардың арасында осындай жағдай болады, бір мәселені талқылайды. Машина біреу айтады, мен что-то капотында бір нәрсе болып тұр деген сияқты. Дұрыс білмейтін адам жездесінен естіп алды, май ағып тұрған ол бірдеңе деген сияқты. Просто былай бір нәрселерден естіп алды. И ана жерде былай айтқанда умничать етіп, специалист сияқты көрініп айта салады. Егер де сөйлейтін болса, өз сол маманның специалисті болу керек, сол маманның махирі специалист. Яғни бір адам дизайн жайында сөйлеп жатса, сол дизайнер болу керек те, сол специалисті бәлен жыл жұмыс жасаған. Біреу мысалы врач болса, врач болу керек те сол мәселеде. Ерсін әміре бір уағызында күшті нәрсе айтады. Адамдар отырса дейді, физиктар болса физика жайында айтады, математик болса математика жайында айтады. Бірақ дін мәселесіне келгенде бәрі бір специалист сияқты дін мәселесін айта береді. Атам деген үйтіп істемеген, ол былай істеген деген сияқты. Имамдардың сөзіне қарсы келіп білетін адам сияқты болып өзінің пікірін қосып атады. Ол да апасының нәрсе да. Бізде енді үшінші мәселе ол спорласу. Әрдайым тартысу ол жақсы нәрсе емес жалпы. Тартысу ол имеет место быть, ол қашан? Егерде екі білімді адам тартысатын болса. Бірақ когда білмейтін адамдар бір-бірімен спорласатын болса, ол өте дұрыс емес нәрсе. Сол нәрседен сақтанған жөн болады. Осындай спор болып қалған жағдайда діни мәселе, бір адасушылық нәрсе айтпай жатса, бір обычный мәселелер айтып жатса, онда ұтылып қалған жақсы да. Например, досыңыз екеуіңіз кетіп барасыз. Нива өтіп кетті алдыңыздан. Мен қасыңыздағы досыңыз айтты, мен мына Мерседес деген мықты екен деді, например. Сіз айтасыз, ол Мерседес емес, ол Нива ғой деп. Айтады, жоқ, ол Мерседес деген сияқты. Сол кезде ары қарай кетпейді, хозяиннан сұрайық деп ондай дата кетіп қалмай, сол жерде қалып қойған жақсы да. Ол бір жағынан, ол содан кейін бір еститін болар енді. Ол оказывается Нива екен ғой дегенде, ол сізге деген уважениесі иншалла бір жағынан күшейеді де. Ана жерде дейтін, мен действительно вообще қате нәрсе айтқан екенмін ғой, бірақ дос балам соны біліп тұрып, андай үндемей қалды да, қандай бір еркек деген сияқты. Ал егер де спор деген андай мәселеде болып қалса, мысалы қасыңыздағы досыңыз бір дін жайында бір өте бір ауыр адасушылық мәселе болып қалса егерде, онда үндемей қалмау керек, айту керек, түсіндіру керек. Мен спорласпаймын, үндемеймін, араласпаймын деп. Осы жағдайда ол онда дұрыс емес болады. Спор мәселесі туындап қалған жағдайда қалай әдемі түрде шешуге болады. Мысалы, екі адам спорласып жатқан кезде қатты қызығушылық болады. Екінші айтып жатқан адамның мнениесін вообще тыңдамайды. Ал сөйлеп жатса, так қандай жауап беремін, мынандай айтамын деген сияқты оймен машғул болады да, мысалы. Сол кезде бірінші ана бауырын айтып жатқан нәрсені тыңдап алып, бауырын айтқан нәрсені оған қайттан түсіндіріп берсеңіз, оған, мен сені түсініп тұрмын, сен былай айтқың келіп тұр ғой. Бір жағынан, сен айтуын ана жерде дұрыс, бірақ енді менің мнениемді тыңдап қарашы осы жерде деп. Сол кезде спорласып жатқан адамыңыз мені тыңдады, менің айтқан сөзім оған түсінікті болды дейді де, былай айтқанда успокоиться етеді, иншалла.
сол кезде сіз өзіңіздің ойыңызды бір біріңізге жеткізіп, сондай кезде әдемі шешіледі деп ойлаймын, иншалла. Жалпы айтып тұрған нәрсе, спорға бармаңыз, спорласатын нәрсе болмаса, оны доказывать етіп, керек емес сондай нәрсе. Үндемей қалыңыз, басқа темаға көшіп кеттіңіз, шама келсе. Ол деген еркек адамның сипаты. Енді төртінші нәрсеге келетін болсақ, орысша айтқанда смягчать углы дейді, сөзді ауыстырып басқа жағынан. Сосын преувеличение, яғни асырмалап сөйлеу. Мынандай сөз бар, эвфемизм деген, яғни сөзді ауыстыру. Жалпы тек мысалға, біреу айтқысы келеді, сен дейтін адамдармен общаться ете алмайсың. Сенде ондай нәрсе жоқ деген сияқтыны бетіне айтуға қысылады да, басқа жағынан өзгертіп айтады. Адамдармен коммуникация тұрғысынан әлсізсің деген сияқты. Былай қарасаң, әдемі сияқты да, жаңағы айтқан сөзден қарағанда жеңілдеу сияқты. Бірақ осы нәрсе басқа мәселелерде қолдана беру, ол дұрыс емес. Сіз бір компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, менеджерсіз. Сізде бір заданиялар бар, бастық қойған. Сіз дейтін бір клиентпен сөйлестіңізде, клиент дейтін сіздің идеяңызды қабылдамады, ренжіді, есікті тас жапты да кетіп қалды. Кері хабарласып, шыға алмай жатсыз оған. Енді сізден бастығыңыз отчет сұрайды ғой. Біз дейтін осындай отырыста болған кезде, мен айтқан кезде, ол дейтін менің сөзімді кішкене басқаша түсініп, сондай бір көзқараста есікті жауып кетіп қалды деген сияқты. Сондай нәрсе айтасыз да. Сосын мен қазір хабарласуға тырысып жатырмын деген сияқты. Ол деген нақты сөз емес те. Егер де еркек болсаңыз айту керек. Мен осындай сөз айттым. Ол мен сөзімді қабылдаған жоқ, ұнатпады да кетіп қалды. Мен 2 күн болды, уже хабарласа алмай жатырмын. Егер де осылай точно, нақты айту білетін болсаңыз, ол көп проблемаларды шешеді. Егер сіз жаңағыдай басқаша жұмсақ түрде айтқан болсаңыз, бұл компанияда проблема болып кетуі мүмкін. Бастық ойлайды, бәрі нормальный екен ғой. А на самом деле нормальный емес та. Сондай нәрседе нақты болу. Бір нәрсе болды ма, шындығынан как она есть айту. Сосын екінші айтып кеткен мәселе ол преувеличение, асырмалы айту. Мынандай нәрсе деген сияқты. Жоқ, как она есть айтыңыз. Осындай. Адам дейтін сізге қарайды деген сияқты барады да. Ана жерге барады, на самом деле олай емес. Сөйтіп сіз сөзіңіздің салмағын жоғалтып аласыз. Действительно мықты нәрсе айтар кезде сізге уже бұл сөзіңіз жоғары нәрседе көрінбейді уже. Бір нәрсе айтатын болсаңыз, бастығыңызға, досыңызға, әйеліңізге дейсің. Қорықпай, как оно есть, шындықты, енді барынша жұмсақ түрде айтқаныңыз дұрыс болады. Енді басынан бастап айтып келе жатқан нәрсені бір сөзді бір жинап айтатын болсақ, қысқаша, бірінші айтқан нәрсеміз пайдалы нәрсе болса сөйлеу, сөзде пайдалы нәрсе болмаса, онда үндемеу. Бірінші мәселе. Екінші мәселе, естіген нәрсені анық қанығына жетіп, содан кейін барып жеткізу. Енді бұл жерде кішкене айтып кететін жағдай, әрбір адамға бір подозрительно қарап, сенбей емес мәселе. Бірақ сақ болу, анығынан біліп алу, бәлкім ол айтып тұрған адам шатасып тұрған болар, қосып кетейін деген. Үшінші нәрсе болған бізде спорласпау. Ал төртінші, бір нәрсені асырып айту, немесе ақиқат болған нәрсені нақты айту болған кездегі кішкене басқаша бұрмалап сөйлеп айту. Сол осы нәрселерді барынша ұстанатын болсаңыздар, иншалла сіздердің сөздеріңізде салмақ болады. Бұл бізде нағыз еркек деген рубриканың бірінші бөлімі сөздің салмағы деген. Иншалла тағы да басқа бөліктермен таныс боласыздар. Барша көріп отырғандарға нағыз еркек болу нәсіп етсін. Сіздер ойламаңыздар, бұл кафе емес, ресторан емес, бұл мешіт. Қараңыздар, яғни теңіз, соған алдында мешіт тұр, өте әдемі. Ішке кіріп, вид из окна деген бар мешіттің ішінен. Соны сіздерге көрсеткім келіп тұр. Мешіттің ішін көрейік, иншалла. Айтпақшы, мына жерде не өсіп тұр? Лимон өсіп тұр. Осы островтың мешіттің вид из окнасы. Ашпай қойын. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аманар расулу бима унзила илейхи мир раббихи вал му'минун. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم